Ассаляму алейкум достар. Сіздермен бүгін құрамы өте қарапайым, жасалу жолы өте оңай, жұқа әрі дәмді жет шелпек дайындайтын боламыз. Ең алдымен жылы суға тұзымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнға өсімдік майды қосамыз. Және де жаңағы дайын тұрған сумен жақсылап қамыр илеп аламыз. Достар, мен әдетте барлығын көз мөлшермен қосамын. Описанияда барлығының мөлшерін жазып кеттім. Бізде осындай қолға жабыспайтын, тым жұмсақ та қатты да емес, әдемі қамыр илену керек. Дайын болған қамырды целлофан пакетке немесе осылайынан ас пленкасына орап 20-30 минутқа қалдырамыз. Оның бетін орамалмен жауып қойды ұмытпаңыздар. Біздің нанымыз дайын болды. Астына кішкене ұн сеуіп, 1-7 бөлікке бөліп дайындап алдым. Жайылуға оңай болу үшін барлығын осылайынан дөңгелектеп дайындап алдым. Шелпектерімізді дөңгелектеп жаюға кірісеміз. Сәл астына ұн сепсеңіздер болады, бірақ та шамадан артық ұн сеппеңіздер. Осылайынан айналдырып дөңгелетіп жайып отырсаңыздар, шелпектеріңіз дөп дөңгелек болып шығады. Менің каналымнан шелпектің әртүрлі рецепттерін таба аласыздар. Бұл шелпек әдетте қатымға, үлкен астарға дайындалатын шелпек болып табылады. Осылай жұп-жұқа етіп жайылу керек. Дайын болған шелпектерімізді біздің табадағы майымыз қызғанша осылайынан орамалмен жауып қойыңыздар. Себебі біздің шелпектерімізге жел тиіп қалмау керек. Міне табамыздың қасына пісқан шелпектерді сүзіп алатын қағаз майлықтар дайындап қойдым. Ол біздің шелпегіміздегі артық майларды өзіне сіңіріп алып қалады. Табамызға өсімдік майын құйып, астын қатты қойып, қыздырып аламыз. Және де қызып тұрған майға шелпегімізді салып, пісіріп алатын боламыз. Шелпегіміздің әр жағын 7-8 секундтан ғана пісіріңіздер. Шелпегіміз өте жұқа, ол тез пісіп кетеді, және де қытырлақ болып қалмайды. Осылайынан дайын болған шелпегімізді шамалы майынан сорғытып алып, қағаз сүлгіге салып отырамыз. Міне достар, біздің шелпегіміз өте нәзік, жұмсақ болып пісті. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Шайға отырғанда бірден желініп кетеді.
үйде бар қарапайым заттармен күнделікті дайындап жеуге болады. Шелпегіміз қатып қалмас үшін бетін жауып қойыңыздар, немесе целлофан пакетке салсаңыздар болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Алда да әлі әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға көп рахмет.